Ардақты ағайын, мен көлігім сынып, кешеден бері Қонаев қаласындағы Думан Мұхаммедкәрімнің сотына бара алмадым, мүмкіндік болмады. Енді бірақ сол жерден Думанның өзінің сөзін және әкесінің сөзін мен назарларыңызға ұсынбақпын. Өйткені мынау бәріңіз білесіздер, бір топ аналар, үлкен кісілер, ата-аналар осы Думан Мұхаммедкәрім мен Әйгерім Тілеужанның жалпы саяси тұтқындардың мәселесін көтеріп Астанаға барған білесіздер. Содан сол күні Думанға қысым күшейіпті, оның жеке заттарын тартып алған. Осы туралы қалай болғанын әкесі Думанның өзі айтып береді. Думанның бүгінгі соты өтті. Тағы да куәгерлердің бәрінен жауап алып болдық. Бірақ бір қызығы, бірде-бір куәгер сот жабық өтсін деп, өз өміріме қауіптенем деп, бірде-бір куәгер полицияға арыз жазып, немесе прокурордың атына арыз түсірмеген. Соныменен сот жабық өтіп жатыр. Ешқандай негізсіз. Жапқан жалаларының бәрі іске аспай жатыр. Енді сараптау қорытындысы Думанға қарсы жасалған Мирзаходжаев деген ғой деймін, ұмытпасам. Соның сараптамасын бүгін өткізіп жібермекші болып еді, онлайн түрде. Бірақ оған адвокаттары қарсылық танытып, соныменен оның өзін шақырып, көзбе-көз сөйлесіп, сол жерден алатын болып келістік. Бірақ Думан онынан бастап аштық жариялауына байланысты көңіл күйі түсіңкі, оның үстіне оған қысым қайтадан күшейген, радио тыңдауға болады деп алдында алып барған радиосын қайта қайтарған, шәйнектерін бәрін алып алған. Енді қазір ол тек қана суменен отыр. Сөйтіп, шайды да ішкізбей отыр. Енді осыған байланысты мен ертең тағы да Қонаев қаласының облыстық прокуратурасына барып арыз түсірем. Осы іске байланысты олар сотқа араласпаймыз дейді. Бірақ бәрібір осы жағдайда солардың құлақтарына салайын. Өйткені олар заңды белшесінен басып жатыр. Біздің білдірген қарсылықтарымызға қарамайды. Прокурордың бір ауыз сөзіне бола бәрін нетеді. Бірақ біздің талабымыз орындалып, Каспий банктың әлгі қауіпсіздік бөлімінің менеджері деймі, соны шақыртып, содан жауап алдық. Оның жауабында баяғы 2005 жылғы Есіл ауданының шығарған заңына сүйеніп, Каспий банк өзінің клиенттерін бұғаттап тастаған. Соған байланысты ақшалар ешқандай түспеген, әрекет болған, бірақ ақша түспеген. Бұған байланысты қылмыстық істі бұлардың бастайтында жөні жоқ еді. Енді міне жөн жосықсыз нәрсені шығарып алып, енді отыр өздері. Енді бұған ақша аударып әрекеттенді деген 280 адам деген басында. Енді осы 28-бен шектеліп қалмақшы. Бірақ сол біздің талабымыз бойынша егерде 280 адамнан да жауап алмайтын болса, білмедік онда қандай сот болатын. Енді бұл іс әлі созылатын сияқты. Соған байланысты енді мен сотқа не түсірдім, енді өтініш айттым. Рысбек ағаны кіргізіп, Думанменен сөйлесіп, аштығын қойғызса, о кісінің тілін алады ғой, енді үлкен адамымыз ішінде, өзі сыйлайтын кісісі. Сол кісімен біраз әңгімелесіп, жөн болар екен деп ойладық. Енді осыған байланысты мен осы Думанға қарсы істеп жатқан қысастықтарына байланысты ертең прокуратураға барып тағы да арыз түсірем. Заңды бақылайтын орган заңды бақыласын. Бұлар тек қана бір жақты түрде, әйтеуір Думанның аузын жауып соттау үшін істеп жатқан сияқты. Жабық өткізіп жатқанда сол, әгі Марат Жыланбаев құсатып, жабық өткізіп,
Нұржан Әлтаев құсатып жабық өткізіп бәрін соттап жіберді ғой. Өкіметке қарсы сөйлегендердің бәрін соғысатайық деп отыр енді. Оған енді көпшілік мына алматылық белсенділер, бүткіл жан жақтағы белсенділердің бәрі кеше Астанаға аналар да барып қайтты, аталар да барып қайтты. Оның көбін өзің түсіріп шығардың. Оныңа рахмет. Соған байланысты міне қазақ елінде қайтадан толқып туып кету қаупі бар ма деген ойға келіп қалдым. Өйткені елдің бәрі кейінгі кезде ашынып алған. Мына жоқшылық бір жағынан қысып, белсенділерді екінші жағынан өкімет қысып, өкіметтің зорлық зомбылық халыққа деген көбейіп кетті. Енді халықты өкіметтің зорлық зомбылығынан қорғайтын заң керек болып тұр да. Міне осындай жағдай болып жатыр. Бәрлеріңізге де сәлем айтты. Күресімді тоқтатпаймын дейді. Денсаулығына байланысты да қоса кетейін. Денсаулығы жоқ өзінің. Ал енді ИВС-те емделетін жағдай жоқ. Оны тек қана система укол салмайды, тек қана таблетка күйінде ғана емдейміз дейді. Онда өзінде фельдшер шақыртып алады екен медсестра мұны. Соған байланысты ешқандай жағдай жасалмаған. Оның үстіне думан өзі 7 томдығымен әлі таныс толық болмаған. Бәрібір соған қарамастан мені сотты бастап жіберді. Енді бұл тергеушілердің, бастағы тергеушілердің жіберген шалағайлығы міне әлі алдымыздан шығып жатыр. Оның үстіне прокурордың да кейбір айтқан сөздері, берген уәждері дұрыс емес, заң тіліменен сұрағын дұрыс қоя алмайды. Адвокаттардың берген сұрағына дөрекі түрде жауап береді. Қорытындыда тұр, міне осы кісіден жауап аламыз дейді. Ал нақты қай бетте, қай томда екенін ашық ажыратып айта алмайды. Өйткені бұл ана 7 томменен таныспаған, тек қана қолында әлгі тергеушілердің жасап берген қорытындысы ғана болды. Одан басқа ештеңе жоқ. Соны ғана қолына ұстап алған, ана 7 томмен таныспаған. Соған қарағанда бұлар ат үсті әйтеуір соттап жібереміз деп отыр да. Болды, одан басқа түк емес. Аузын жауып шындықты айтқан адамды соттаймыз дейді. Бірақ бұны енді шетелдік басылымдарда түгелі мұны саяси тұтқын ретінде танып отыр. Онда да Біріккен ұлттар ұйымы, Европада түгелі танып отыр мұны. Соған байланысты енді кім біледі енді, журналисті осы біздің Қазақстан менен Ресей ғана соттайды ғой журналистерді. Одан басқалар тиіспейді. Өркениетті мемлекетте, демократиялы, өркениетті, зайырлы мемлекетте. Біздің Қазақстан солаймыз дейді ғой. Өркениетті, зайырлы, демократиялы мемлекетпіз дейді. Міне, демократияның түрі біздегі. Осылай болып тұр енді. Бұл Думанның әкесінің жан айқайы. Ал енді аштық жарылып жатқан, неге аштық жарылып жатқан Думанның өзі түсіндірді. Өз дауысын тыңдап көріңіздер. Аштық жариялағандағы мақсатым, негізгі себебім сотты жабық өткізіп жатыр. Негізі болмай тұрып. Онан кейін емделемін деп айтып жатырмын. 1 жылдың ішінде бірінші рет. Бірақ апарып емдететін түрлері жоқ. Ал мен жатқан уақыт шоқшылау мекемесінде таблеткамен ғана емдейміз дейді. Екпе де салмайды, система да қоймайды. Үйғамаққа да жібермейді. Қысқасы, не істесең оны істе, өлмесең өмағап думан, біз бәрібір сотты ашық өткізбейміз дейді. Сондықтан еріксіз қолымда бар инструмент осы аштық жариялау, сөйтіп аштық жариялап жатырмын тағы да. Міне ардақты ағайын, Думанның әкесінің жан айқайында, Думанның ішкі қыжылын ашулы адамның сөзінде тыңдадыңыздар.
жалалы болып жылдан аса тар қапаста отырған адамның сөзі дұрыс түсінесіздер деп ойлаймын. Бірақ осы жағдай кімге керек? Тоқаев билігіндегілерге керек пе? Әлде қоғам қайраткері Рысбек Сәрсенбай айтқандай Тоқаевқа қарсы күресіп жүргендердің, Тоқаевтың абыройын түсіргісі келіп жүргендердің әрекеті ме? Егер шынында да солай болатын болса, онда Рысбек аға айтқандай, онда Тоқаев бұл өзінің бір керекті команда жинай алмаса, өзінің абыройын түсіретін адамдарды қызметтен ала алмаса, өзін осындай жексұрын көрсететін қызметкерлерді тайраңдатып қойса, ол қандай президент? Сондықтан Думан Мұхаммедкәрімнің басындағы осындай оған қысым көрсету, оған әдейі оны ашу ызасын тудыру кімге керек екенін мен әзірге түсінбеймін. Өйткені күні кеше аналар Астанаға барды, дәл сол уақытта осындай қасақана құйтырқы әрекеттер жасалды. Енді өздеріңіз пікірлеріңізді қосыңыздар, жазыңыздар, осы эфирді таратыңыздар. Осы арнаның жұмыс істеуі үшін жан-жақты қолдау көрсетіңіздер. Сіздермен бірге болған Абзал Достияр, келесіде жүздескенше.